қажет болып, яғни мен бұл жерге қалай тап болғанымды білмеймін. Просто так пицца жеуге ресторанға келген, ал бұлар пиццаны адамның етінен жасайды. Яғни мен очередной солардың клиенттерімін, что менің терісімен ет жасағысы келеді. Ал мен әрине менің өзімнің терісімен ет жасағымды қаламаймын. Так, кеттік. Ең бірінші очередь біз мындай лестницаға. Ой, вау деп. Короче, лифт. Ой, астыға түсеміз ба? Не, мен төбеге көтерілеміз ба десем? Ладно, қараңғы туннельге түсетін боламыз. Ладно, қараңғы туннельге түстік. Өте қорқынышты. Манаяқ мусор сасып жатыр ғой, достар. Ладно. О май гад. Так, все. Енді мына жерде бізде не істейміз? Мынандай, короче, тупой екен ғой, а. Мынау деген вообще-то не ғой? Аюдың қақпаны ғой. Бізге не қойған деймін да. Достар, мына пиццаның артынан жол болып жүрейік. Короче, мына жақта бізді қуалайды. Артымыздан қуалап келе жатыр, достар. О май гад, давайте. Наконец-то. Мен қатты қорқып едім. Ой, атылып қалдым. Мені ұстап аладым ма деп. Бұл мен үшін өте қорқынышты болды. Бағанақ пицца. Пицца. Қалай еді? Пиццериядан қашу. То есть, да. Енді, короче, осындай жасыл жидкость, мынау не? Улы ма, типа? Так. Наконец-то, так, все. Енді мынандай өте жіңішке мынандай трубадан өтетін боламын. Так. Енді мынандай лестницаға мінеміз. Төбеге қарай. Туннельден байқап шығып келатқан шақтымыз, байқадыңдар ма? Ладно. Так, абайлайықшы. Наконец-то, все. Енді бізде келесі кезек ойыннан мындай қараларды баспау керекпіз. Тисек, мынау жабылып қалады ғой, короче, түсіндер ғой. Так что тимей тез өтіп кету керекпіз. Потом мына өте ұзыннан өтеміз. Так, өтейік. Былай. Бара-бара қиын болып баратыр ма, что-то, Так, давайте. Наконец-то, давайте бір попыткадан еще тез өттім, достар. Ладно. Так, былай жүреміз, секіреміз. Мен жан-жағына секірема десем, сөйтсем. Ап деген не екен? Кім біледі? Ап деген не екен? Кім біледі екен? Әрине ап дегеніміз ол секір. Ой, төбеге деген сөз. Ап. Артта қуып келетір ма? Все, бірінші попыткадан тоже. Это была все-таки бірінші попытка. Так, давайте, достар. Давайте подписываемся. Давайте 10-ға дейін санаймын. Кім тез подписаться етіп үлгереді екен. Давайте 1-2-3 бастайым. 1-2-3. Санау білесіздер ма? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Сіздерді подписаться етіп үлгерді деген ойдамын. Так. Енді мынандай лазер. Так, қып-қызыл енді оп-оңай екен. Бұнда с первой попытки. Мыналар. Ё-моё, достар, мынау адамдардың нағыз сүйегі. Іштер қозғалып тұр ғой. Ё-ма, не деген қорқынышты деймін да. Ладно. Так, мына бірінші жылжытып аламыз. Әрең жылжыттым ғой, достар. Так, төбеге көтерілеміз. Енді төбеге көтерілгеннен кейін біз не істейміз? Айтайын ба? Әрине біз төбеге көтерілгеннен кейін, достар. Мына деген өте ауыр болып кетті. Ой, достар, мына не деген қорқынышты. Мен одан өтеге қорқамын. Достар, менің денем өте қатты ауырып қалды. Бұл өте қорқынышты болды, әрине. Достар, қайтадан денемді мен
менің басып жіберді, өте ауыр соққы алдым десең. Наконец-то достар, білесіздер ме, мен бұл ойында бірінші рет ойнаған кезде бар емес па, сол бағанағыдан атыла берген прям самый қиыны сол болған маған. Сондықтан ойында қойшы болды, аяқтамен вообще түсірмеймін дедім да, сөйттім ғой. Сосын мынау, одан кейін мынау маған самый қиын болды. Осылай астқа түсіп кете бердім. Қазір енді самый қиын емес, нормально, қатты қиын емес енді. Так, былай. Так. Еще на қоқсар сені артқа одан арман жылжытады. Ал сен деген... Уф! Достар! Кішкене қалған кезде мұны орында қаншып қоймады ғой. Так, все. Уф, енді жаным тынышталды десең. Так, все. Бұлай. Давайте, мусорлар мешет етпей тұра тұрыңдаршы, өтініш, please, десең, так. Қазірде, мне кажется, қазірде мынау маған өте қиын ойын, так. Ну ладно, ничего страшного. Достар, мына қанша попыткадан өтеді екен. Өте қиын деп айта берсек, әрине қиын болады. Сондықтан өте оңай. Мен вообще бірінші попыткадан өтіп кетемін деп айту керек. Давайте сөйтіп айтамыз. Ну вообще, оңай қарай, просто так мынандайдан өтеміз. Потом мына ойыншықтарға қарсы өтеміз. Мына ойыншықтар енді кішкене мешать еткені болмаса, яғни кедергі жасағаны болмаса, айттым ғой достар, менің тәсілім сработать етті. Яғни өздеріңізге қиын болса, бұл оп-оңай деп өздеріңізге қабылдаңыздар. Одан кейін әрине оп-оңай болады. Так, астыға мынау не деген көмір, не деген десейші. Так, все. Енді мынандай. Окей. Мынаны қанша попыткадан істеткен, яғни попытка деген қанша рет ұтылып немесе ұтылмай өту деген сөз ғой. Достар, вроде түсіндіңіздер деген ойдамын. Попытка дегенді білетін шығарсыздар, я, или мені өте кішкентай балаларда қарайды. Сондықтан попытка деген не екенін түсіндіріп кетейін. Так. Қарда мынау типа жасырын тұр ғой, я. Ал бұл мен үшін жасырын емес. Ой, кеттім, о май гад, оп-оңай жерден. Ну ладно. Так, бұлай жүреміз. Не дейді? This way, мынаны қара дейді, типа. Так. Өте қорқынышты. Так, все. Енді келесі кезек. Үйге қайтамыз, наконец-то, достар. Және де желайте мне счастья и здоровья. Және де бәріне сау бол, гамбол. Десең, так, мені артынан қуып келе жатыр. Так, кішкене қалды, достар. Давайте. Шыдайық. О май гад. Так, кішкене қалды. Мост бар не? Наконец-то, достар. Так, үйімізге жетті. Және де мен қызылға кіргеннен кейін мен үйіме жететін боламын. Бәріне сау бол. Және мен вас всех люблю, особенно подписчиков. Және де бәріне сау болыңдар, достар. Пока-пока. Подписывайтесь. Обязательно. Комментарийға өздерінің ұнайтын ойындар жазып кетіңдер. Мен соны обязательно ойнаймын.